Аса көрнекті сазгер, ән жанрының әйгілі майталманы. Осы заманғы қазақ эстрадасының негізін салушылардың бірі Қазақстанның халық артисі Шәмші Қалдаяқов 1930 жылдың 15 тамызында оңтүстік Қазақстан облысының Қызылқұм ауданында дүниеге келді. Шәмшінің әкесі 10 саусағынан өнер тамған ұста. Зергер болғанымен әншілікпен әуестігі жоқ болады. Сондықтан бұл қасиет бала бойына шешесінен, нағашыларынан дарыса керек. Шәмші Қалдаяқов пианиноны да, домбыраны да жосылта тартқан. Қазақ музыка өнерінде Шәмшінің орны ерекше 300-ге жуық әні бар. Лирикалық әндеріне қарай Шәмшіні қазақ вальсінің королі деп атап кеткен. Шәмші әндеріне басқа түгіл ағылшынның өнер қайраткері Роберт Файлер таң қалып, мен қазақтың ұлы композиторымен танысқаныма өте қуаныштымын. 300-ге жуық ән шығару деген ол ұлы ерлік. Сізге ескерткіш орнату керек деген екен. Шәмшінің екі ұлы әкесінің жолын қуып, бүгінде кәсіби музыкант ретінде еңбек етіп келеді. Ән әлемінің падишасы болған Шәмшінің әндерін білмейтін, әуеніне ермейтін қазағы жоқ шығар. Қазақ даласын әнімен тербеген әнға халықтың сүйіспеншілігіне бөленіп, көзі тірісінде-ақ аңызға айналды. Қазақтың ортасынан шыққан тума талант, үлкен дарын иесі атанды. Шәмшінің әндері өмірдің өзінде әсем, адамның жанындай сұлу. Қай әнін алсақ та ғажайып саздылығымен, сылдырап аққан бұлақ суындай тап-таза мөлдірлігімен ерекшеленеді. Оның шығармаларының ұлттық нақышпен құнарлануы, халықтың тыныс-тіршілігімен қабысуы, өткен мен бүгінді ұштастыруы сазгер жанының қазақи дәстүрмен терең сусындағанын көрсетеді. Бұл Шәмші Қалдаяқов туындыларының даңқын таныстырып, дүйім далаға кең жайылуына сеп болды. Шәмші әндерінің қазақы бояуы жылдар өткен сайын қаныға түсуде. Адам жүрегінің қылын шертіп, өмірге деген, өнер мен елге деген сүйіспеншілігін арттыруда. Оның әндерінен ізгілікті, зор сүйіспеншілікті, үлкен сағынышты, мейірі мен махаббатты сезесің. Сондықтан да болар, қазақ мәдениетінің өшпес мұрасына айналған сазгер туындылары адам жанын тебірентпей қоймайды.